Анам 2015 жылы екінші степень болып ауырған еді. 5 рет операция жасап, 7 опухоль алды. Соны көріп осы тамырын толық алып тастамағаннан кейін ол тамырлана береді. Ол көңілім толмады медицинаға, потому что олар болжаммен істейді екен. Мен соған көзім жетті. Міне, бұлай істебек, бұлай болып қалды. Бұлай істебек, бұлай болып қалды. Деген қорытынды да солай, бұлай немесі да солай. Сондықтан енді хоть анамды құтқара алмасам да апайыма көмектесейін деген ойым ғой менің. Осы анамның ауырып жатқанда бәріне реніш болған менде. Туысқа да реніш болады. Құтылдыңыз ба содан? Соның бәріне құтылдым. Мен ешкімді кешірмеймін. Әрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 96-шы ағымның ең кеңпейіл, ақжүрек халықпен бір өзінің пікірімен бөлісейін деген шынығушыларды шақырып отырмыз. Міне менің қарындасым Найманка, Шығыс Қазақстаннан келген Ләззат деген ұстаз, мектепке дейінгі жас балаларды тәрбиелеумен айналысып келе жатсыз. Оқытуды айналысып жатсыз. Өте керемет. Жас ұрпақ қалай басынан бастап береді, ана білімге деген құштар ашып береді тәрбие, сол ары қарай сөйтіп алып кетеді деймін. Ләззат, бұлай енді әлі кәрдейіп тұрған жоқсыз. Денсаулық бірдеңке сыр берді ма? Жоқ. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеп келдіңіз бе? Иә, сіз дөп түстіңіз. Негізі мен бәленде жерім ауырып тұр деп айта алмаймын. Бірақ өзім салауатты салтын ұстанатын адаммын. Салауатты өмір салтын, Иә, бірақ та енді суық суға шомылып көрген емеспін. Шығыстан болсам да дейсіз? Иә, шығыстан болсам да. Өзім фитнестарға батып тұрам. Қандай да бір өзім дене бітіміме байланысты бір бассейнге барып көрдім. Тағы да сондай бір шараларға барып, бірақ та енді суық суға шомылуды істеп көрмеппін. Бір жағынан бұл жерге мен жалғыз келмедім. Өзімнің туған апайым 69 жылғы сол кісіні ертіп әкелдім. Сол кісіні ертіп әкелуіме мұрындық болды деп айтсам да болады. Ол кісінің аяғы өзі айтып жүр маған, бірақ енді бір жерге қаралып, бір жерге бармады. Бірақ та маған айтады, аяғымна жұмысқа барарда осылай немеден өтіп кетсем, мына светофордан, менің аяғым тұр қалады деп. Тұр қалады. Не алға жүре алмаймын, не артқа жүре алмаймын, тұр қалатын шығарды деп. Содан біз қазақпыз ғой. Больницаға бармаймыз, бірінші өзіміз жағамыз. Ананы жағамыз, мынаны жағамыз. Содан өзім бір ерсақтан бір кремін, бальзамын алып бердім. Сол тәуір деп сөйтіп жүрді. Енді бұның бәрі мен ойлаймын, ол апайымның бір стресстен пайда болды деп. Сондықтан сол апайымды мұрындық қып, сол кісіні ертіп әкеліп, өзім де мойымды тазалайын деп келген жайым бар. Ризасыз ба? Ризамын, өте ризамын. Мен енді айта кетейін, менің анам қайтыс болғалы 2 жыл болды. 2 жыл болды. Анам 2015 жылы төсінен жаман ауру болып, 2 степень болып ауырған еді. Сол кісі сол химиясын бәрін алды, облучениясын алды. Содан кейін бұлай жақсы жүрген шөптер ішті, енді алып берген шөптерді ішіп бір кісілерге. Сол ауруы 2022 жылы январда қайталанды. Бірақ о жолы омыраудан төстен болмады, төсін алып тастаған еді. Төстен болмады, бұл қуықтан болды. Қуықтан болды. Оны біз бірінші қуығым ауырып жүр дегенде цистит қой енді. Біздің цистит деген диагноз қойып берді. Сонда врачтардың берген емі біздің циститқа, мамама берген емі, еще анандай история болезні бар кісіге берген емі свеча берді. Сонан кейін ыстық уколдар берді. Сонан кейін айтты, сіздің циститіңіз құм толып тұр. Бүйрегіңізді құм,
енді оны осылай удалить ету керек, алу керек деп. Содан біз кәдімгі больницаға апардық. Больницаға апарып едік, ол кісіде құм болмай шықты. Ол кісіде опухоль болып шықты. Сонда біз больницаға жатқызғанда ол кісіні алып бізге шақырып айтты, құм емес екен, бұл көрсетпеді ғой, УЗИ-дан көрсетпеді. Бұл опухоль екен деді, мына жұдырықтай деп көрсетті бізге. Содан оны енді онкология больницаға жатқыздық. Бір рет оны алып тастап жіберіп едік, екінші степень деп, злокачественный опухоль екінші степень деп берді. Онан кейін сол келген алып тастағаннан қайтадан енді повторный анализ тапсырып едік, тағы да операция болады деді. Содан 2 опухоль алды. Азды көпті 5 рет операция жасап, 7 опухоль алды. Соны көріп осы тамырын толық алып тастамағаннан кейін ол тамырлана береді, ол бұтағын кеседі. Мен осы мамамның больницада қанша рет барып, қанша рет химия алғанына, қанша рет облучение алғанына бәрінде көңілім толмады медицинаға, потому что олар кісілер бұлай бүйтіп істейді, болжаммен істейді екен. Мен соған көзім жетті. Міне, бұлай істебек, бұлай болып қалды. Бұлай істебек, бұлай болып қалды. Деген қорытынды да солай, бұлай немесі де солай. Сонан кейін 22-ші жылы қаңтардан бастап ауырды. 22-ші жылдың желтоқсанында анама уже метастаза жүріп кеткен 6 органды жайлап алды деген диагноз қолымызға берді. Бірақ мамамның үміті бәрі бар ғой, жазылам деп қойған. Содан январда бізге уже диагнозды алып алдық, 27-сінде алдық МРТ-ның диагнозын. Содан енді мамамды енді уже әл жоқ, уже кетіп бара жатқан кісі күттік. Сол кезде осы апайым жанында болған еді. Сол кезде енді біз жұмыста, мен басқа қалада тұрам, жұмыстамын, енді пятница, жұма, сенбі, жексенбі кеп қарай, осы апайым қасында болған. Содан бері міне осы апайымда сонда стресстен пайда болды ма деген ойым бар. Әрине, қасында тұрған көрді, ана эмоциясы беріледі. Ақырғы күніне дейін жанында болды, өзімізде болдық, мен больничный алып келіп қасында болдым. Сол кезде бұл менің апайым өте қатты стресс алып қалған ғой. Иә, сондықтан енді хоть анамды құтқара алмасам да апайыма көмектесейін деген ойым ғой менің. Өте тамаша. Йогаға келіп отырмыз. Қазір йога болады міне. Қалай Гүлжан, жақсы демалып жатсың ба? Жақсы демалып жатсың ба? Ой, күшті демалып жатырмыз. Міне қыз балалар әсіресе бір-біріне өте бауырмал болады. Апайыңыз қалай, кішкене көңіл күйі қалпына келді ме? Енді аяғым жақсы болып қалды, кейде бүгілетін болып қалды деп, бүгілмей қалды ғой, ағаш бетіп қалған аяқ. Бүгіліп солай сияқты қалпына келе бастады. Енді өзіңіз бүгінгі сабақты түгел көрдіңіз ба? Бүгінгі сабақтың енді әсерін, басқа сабақтан әсері бөлек болса, бүгінгі сабақтың әсері бөлек деп айта аламын. Осы уақытқа дейін енді сол анама істемеген, істей алмадық қой, осыны қолымыздан келмеді ғой. Осындай болса, может, әкелуші мен деген ой бар ғой менде. Сол сізді ютубтан көрдім, инстаграмнан көріп, өзім ізденіп келіп едім. Сондай енді осы анамның ауырып жатқанда бәріне реніш болған менде. Туысқа да реніш болады. Құтылдыңыз ба содан? Соның бәріне құтылдым. Мен Керемет. Ешкімді кешірмеймін. Неге кешірмейсіз? Өйткені ешкімге ренжімеймін. Молодец. Міне, енді реніш адамның ішінде иммунитетті құртатын, миға кіріп кеткен құрт, өткендегі қайғы, өткендегі реніш. Оған ешкімге көмектесе алмайсың, жаңағы қайғыру арқылы, ренжу арқылы ешкім кегіңді ала алмайсың, өзіңді өзің улайсың. Сондықтан оны алып тастау мүмкін емес, орнына жаңа ұстаным енгізу керек. Ешкім маған дегенде мейірімді, әділетті болу бұл өмірде мүмкін емес, олай болуға тиісті емес. Болды. Енді баяғыда айтады ғой, менің әкем балаңызды бүйтіп өсірген бізді. Сіз көп балаңыз есіңіз қалады екенсіз. Менің өзіме бала күнімізде бүйтіп айтатын бізге. Тамағыңды тоқ қылам, көйлегіңді көк қылам дейді. Оқисың ба, оқымайсың ба, ол өзің. Мен асырамайсың, өзіңді асырайсың деп айтады ғой.
кім боласың, қандай өмір сүресің, өзіңді асырайсың ғой, мені асырамайсың деп айтады. Мұқағалидың айтатыны ғой. Иә, бертін мен уже өзіміз бетімізбен кеттік. Действительно бізді әкемізге сондай ол кісі бізге қарау керек, бірден беру керек деген менде ешқандай ой болған жоқ. Енді басқа ағайын туысыма қарағанда менде өзімді сондай мен соны ұстандым. Мені өсірді, жеткізді. Ары қарай мен ол кісілерден ешқандай көмек сұрамаймын. Өзім бір нәрсеге жетуім керек деген алда ұстаным болды. Мен өзім 33 жасымда тұрмысқа шықтым. Жолдасым 34 жаста болды. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін бала көтермедім. Менде бала жоқ. Сол кезде менің әкем айтатын бір сөзді, осы уақытқа дейін сол сөзді ұстаным келген. Үй іші ала болса, кереге бас сайын пәле болады балам. Тегінде деген сөзді айтқан еді маған. Бірақ әкем 68 жасында өтіп кеткен өмірден. Сол кезде мен 37 жас дедім. Әкем өткенде 37 жаста мүшел жас дедім. Сол кезде осы сөзді әкем өткеннен кейін бар кезде ұқпаймыз оны. Өткеннен кейін осы сөзді ойыма келе береді, сол өткеннен кейін. Енді бүгінгі күнге дейін мен жаңа сіздің сабағыңызға қатысып, ана Тұрсынайдың тақпағын енді өмірлік азығым деп. Көрерге жарық көзім бар. Көкейде өткір сөзім бар, тәңірден келген өлшеусіз темірдей мықты сезім бар. Мен бақытты екенмін. Болды, адам мен бақытты екенмін деп шынымен жүрегімен айтса, ол адам бақытты. Ал егер оны айта алмасаң, барыңды бағаламасаң, мен де бүйтіп айтам, кейде көңіл күйім бірдеңе түскенде айтам, өзім тамақ ішемін, өз аяғыммен жүрмін. Больницада, системада жатқан адамдар бар. Солай ма? Иә. Жүре алмай жатқан адамдар бар. Жаны қиналып жатқан адамдар бар. Оның қасында, таңертең жаратушы оятқан кезде өз аяғыммен жүріп, өзім тамақ ішіп, өзім тыныс алам. Бұл керемет. Иә. Сондықтан адам ең біріншісі жаңағы әке-шешемін өсіріп жеткізді дейді ғой. Өсіріп жеткізбесе де өмірге әкелген үшін. Иә, әкелген үшін. Ол болмаса өмірге келмес едіңіз ғой. Иә. Сондықтан әке-шешең жақсы әке-шеше болса, мейірімді әке-шеше болса, оны құрметтеу жеңіл. Ал қатал болса, ішкіш болса, құрметтеу қиын, реніш болады. Сондықтан бірақ нәрсеге өмірге әкелді ме, ол ішкіш па, ол қатал ма, қандай болса да, ол болмаса сен бұл өмірге келмеуші едің. Мен өзімнің жаңа сізге ашылып отырған, мен осы уақытқа дейін ойлайтын, менде бала жоқ, мен тамақты іштім, тыстадым. Одан басқа менде бір адам өмірге деген бір мұрат, мақсат жоқ шығар деп ойлайтын. Мұратым жоқ шығар, енді біреуді жеткізем деп жатқан жоқпын, біреуді үй қылам деп жатқан жоқпын, жұмысымды істеп келем, өзіме ешкім тиіспейді деген мағына ғой. Енді жолдасым енді осы уақытқа дейін қасымда болды, өте рахмет ол кісіге. Осы ауыртпалықты бірге бір Алланың берген сыны деп қабылдайды ғой осы уақытқа дейін. Енді кәртейген кезде ойлап, мен кімге барам деген ой келеді ғой адамда. Бірақ та қазір айтып қойым, менде жарайды бала жоқ деп бір қайғы шығар менде. Бірақ елдерде мыңдаған қайғы бар. Мен сөзіңді бөлейін. Адам мұрат іздесе табады. Иә. Мысалы, Әлихандар, Мағжандар кетті, оларда өмірлік мұрат болды да. Жақсылық жасайым десе, ағайын туған, ел бар, жұрт бар, балалар бар, жетімдер үйі бар. Мен егер жүрегің жұмсақ болса, пейілің дұрыс болса, мен біреуге керекпін. Өзі жақсы кісіге бір орын табылады. Солай ғой? Сондықтан адам өзінің мұратын іздеп табылады. Сондықтан сіздің жүрегіңіз жұмсақ, әпкеңізге сондай махаббат, мейіріммен, анаңызды солай еске алып жатсыз. Бірақ анаңызды еске алған кезде жылап емес, сіз қиналсаңыз, ол кісінің рухына қиын болады. Ана Нұргүл сабақ өткізді ғой, да? Сондықтан ол кісінің көңілімен қарап, мама міне мынандай жерге келдім, мынаны көрдім деп рухымен сырласатын болсаңыз, сіздің жүрегіңізде тыныштық болады, махаббат болады. Содан кейін адам өмірде жақсылық жасайын десе, жақсылық жасайтын жер көп. Солай ғой? Иә, дұрыс. Егер сіз мейірбан болсаңыз, денсаулығыңыз жақсы болса, сіз о дүниеге асықпау керек. Жоқ. Ол ешқайда қашпайды. Солай ғой? Сондықтан 90-100 жас өмір сүрем, өмірдің қызығын көрем, қолымнан келген адамдарға жақсылық жасаймын десеңіз, өмірдің мәні бар. Мен айтамын да, анамның шешесі 92 жас жасаған кісі болды. Мен де ойлап жүрген ғой, анам 92-ге келеді деп. Бірақ енді өкінішке орай, сол қазір мен осы сіздің сабағыңыздан түсінгенім, анам сол
сондай бір кісі болғаны чипетильный деп айтады Иә. ғой әлгі. Бола қоймады Иә. деп. Аха. Сонысынан кетіп қалған сияқты. Көп күйгөлөк Күйгөлөк. болады. Бірінші топтағы қаны сондай болғанда әшейін қаны қызу кісі болған. Сонымен қазір ойлаймын, соныңдан айтпесе жүруші едің деп сөйтіп айтып қоямын да. Сондықтан күйгөлөк болмау керек. Күйгөлөк Менің әкем болмау 65 жасында қайтыс болды. Иә. Ерте кетіп қалды. Күйгөлөк болады. Күйгөлөк болды. Тез ашуланатын, көп уайымдайтын, енді көп бала. Ол Сондықтан ауруды да содан табады. ауру содан табасыз. Иә. Сондықтан аурудан сақтану керек. Соның ең біріншісі эмоцияны басқару. Енді әкем 68 жасында кетті. Ол кісі енді жетім қалған кісі болды да, енді ол кісінің денсаулығы сол бала күнінен қиыншылықты көп көрген. Мен өз бала күнімнен білем, менің әкемнің аяғына бір пәтіңке пима кигенін білмеймін деген мен. Онға керіз өтті, жазда бір керіз өтті, қыста бір керіз өтті киіп. Тракторсыз болды, сондай кісі болғанын білем. Қазір енді ол кісі денсаулығынан кетті енді. Мен ол кісі күйгөлөк деп айта алмаймын, бірақ денсаулығынан күтін алмады. Ол күтінетін, оның аяғын жылыстайтын кездер болмады. Үйде жатып, былай жататын бала шаға асырау керек. Біздің дастарханға келген әр тамақтың қандай әке шешеміздің маңдай терімен келгенін көріп. Сол тамағыңды тоқ, көйлегіңді көк қылам деген мұратын орындады ғой. Уәдесін орындады. Енді сол кісілердің еңбегін ақтау үшін сіздің өмір жасыңыз ұзақ болу керек, деніңіз сау болу керек, жаныңыз қиналмау керек. Қиналмау керек. Ол үшін мына миды тазалау керек. Дұрыс, адал азамат екенімді дәлелдеуім керек. Өмірге 100 мақсат кемінде жазыңыз. Жақсы ма? Бір жерге бару, әлемді аралау, бірдеңкені істеу, кітап жазу, ауылыңа бірдеңке жасау, ағайын туғанға бірдеңке жасау, жақсылық жасаймын деген адам іздеп тауып алады. Содан кейін соны орындау үшін күш-қуат керек болады. Сол үшін қимылдау керек болады. Жақсы ма? Жақсы. Міне, қарындасымызға мен қараймын, көзінен жылулық есіп тұрады, езуінен күлкі, мейірбандық, жүрегі жылы, үлкен жүректі осындай қызымыз. Әлі сізге үлкен денсаулық тілеймін. Сол денсаулықтың арқасында халыққа, ағайын туғанға, ел жұртқа қызмет жасап, бұл өмірдің қызығын көріп, ұзағырақ және бақуатты және бақытты өмір сүруіңізге тілектеспін. Рахмет. Ризасыз ғой? Ризамын. Ең бастысы жан тыныштығы. Жан тыныш болмай, тән жазылмайды. Тән жазылмайды. Тән жазылмай, жан тыныш болмайды. Жақсы ма? Жүрегіңізге тыныштық, жаныңызға жайлылық тілеймін. Рахмет сізге. Жақсы. Осындай сіздер сияқты қазақ елін ойлайтын азаматтар көбейе берсін біздің қазақ елінде. Рахмет. Әмин.